Енді перзентханаларда әке болуды анықтау үшін міндетті ДНК тестін тапсыруымыз керек екенміз. Өйткені ТМД елдерінде ер адамдардың 30% өзінің емес, өзгенің баласын тәрбиелеп жүр екен. Қазақстанда осыған қатысты заң жобасы талқыланып жатса керек. В Казахстане очень серьезно обсуждается такая идея, как разработка законопроекта об обязательной сдаче теста ДНК на отцовство. Бірақ бұл ақпарат жалған. Редакциямызға денсаулық сақтау министрлігі видеодағы мәлімдеменің шындыққа жанаспайтын хабарлады. Министрлікте де, басқа мемлекеттік органдарда да бұндай заң жобасы әзірленіп жатқан жоқ. Только вдумайтесь, до 30% мужчин, как оказалось, как подтвердила официальная статистика, на территории СНГ, да, как минимум, воспитывают не своих детей. Ал ерлердің 30% өзінің емес, өзгенің баласын тәрбиелеп жатқан туралы мәлімдеме манипуляция. Бұл интернетте кемінде 2000 жылдардың басынан бері тарап келеді.